Bizim Қазақта қидың исін искемеген, күшіктің шәуілдегенін естімеген адам онша қазақ болып жарыта бермейді. Мен бұлайын Сабырхан болсын, қай-қайсымыз болсақ та біздер ауылдан шыққан Есбаев болсын, Байқадамов болсын, мысалы Қапан Мусин болсын, Тілендиев болсын. Сондықтан біздің әндеріміздің өзі де ауылдағы халықтың айтып жүрген әндерінен нәр алған, халықтың әндерінен суарылған әндер деп түсінуіміз керек. Шәуілдірді бұрын Қызылқұм ауданы деп атаған болса, енді нағыз өзінің атын тапты деп есептейміз. Қазір Отырар ауданы деп аталып отыр. Тура өзі деп есептейміз, өзіне тән нәрсе. Өйткені Шәуілдірді өзі Отырарда тұрған ауыл ғой. Арыстан Бабасында Әбу-Насыр әл-Фараби туып өскен ауыл бұл. Одан кейін қаншама азаматтар, қаншама батырлар туды, қаншама ақылдылар туды, данышпандар туды. Бүгін ауданымызға сол Отырар ауданы деген атақ берілгендіктен біз үлкен қуаныштамыз. Сондықтан менің көптеген әнімнің сөзін бірге жазысып келе жатқан, 40 жылдан бері бірге жүріп келе жатқан үлкен ақын қазақтың Сабырхан Асанов екеуміз бірігіп Отырардағы той атты ән жаздық. Әлемнің жарығы сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың